Ал енді қыздар, мен жалпы не істеп жатырмын, соны сіздерге көрсететін болдым ғой, иә. Енді мына жерде менде теңіз денсаулығы деген өзімнің жеке инфо чатым бар, қыздар. Күнде сағат 9-да мен сол жерге информация берем, яғни осылай ақпарат берем. Күнде әдетке айналдырыңыздар. Жаңағы телеграм каналдағы ақпараттарды дәл осылай осы жерге мен көшіріп алып келем. Ары кетсе переслать етуге менде 20 минут кетеді. Оның барлығы навык дейді ғой, яғни бірінші күндері қиын болуы мүмкін, енді ананы переслать етуге, бірақ үйреншікті әдетке айналатын болса тез жасай аласыздар. Көрдіңіздер ма? Мен жеке өзім қанша адам кеше қосқанмын, міне вчера деп тұр, бір 10 шақты қызды қостым. Ал енді оларды мен қалай қосып жатырмын, соны айтайын. Мысалы, мына Фарида деген қызға, аттасым екен, Фарида деген қызды тауып алайын жекесінен. Ол кісіні мен қалай қостым? Так, Фарида. Мына бір Фарида деген қызға кіріп көрейік жекесіне. Қараңыздар, 18 август күні мен мынандай шаблон таратқанмын. Осындай шаблондар таратқанмын. Жауап бермеген, тағы да жазғанмын. Мынау августте жазылған болса, мынау октябрьде қайттан таратқанмын. Көрдіңіздер ме? Мен қайтпаймын. Жауап бермесе де жаза беремін. Сол сияқты сіздер де жасайсыздар. Енді міне екеуміз аттас екенбіз, уже танысып жатыр, иә? Көрдіңіз ба? Яғни сізге мысалы мына жерде жауап бермеді ма, ол номерді өшіріп тастаудың, ренжудің қажеті жоқ. Оның қолы тимей жатқан шығар, тойда жүрген жер, кім біледі, сіздің жауап бермейді, конечно, ол тойда жүрсе, ол не қылады сіздің жұмысыңызда, иә? Сол сияқты әркімнің өзінің проблемасы бар. Енді мына күні, может, қолы бос болып қалған шығар, жауап беріп жатыр, иә? Сол сияқты сондай понятиеде болу керекпіз. Міне, мына Турцияда демалып жатырмын дейді, көрдіңіз ба? Вот. Жаңағы жауап бермеген себебі ол демалып жатыр, конечно. Вот осылай анандай презентация дайындайсыздар, Алла қаласа, осылай. Фотоларыңызды әсемдеп, осындай командада қанша адам бар, келгенме жақын, оның барлығын үйретемін, короче айтқан кезде. Көрдіңіздер ме? Одан кейін жауап бермеген. Қараңыздаршы. Мына аудиомнан кейін ешқандай жауап бермеген, қол тимеген. Сөйтіп мен вчера осылай мен тараттым. Қалайсыз? Алдын жұмыс туралы түсіндірмекші едім, қолыңыз босамаған сияқты. Өзімнің жұмыс чатыма қосып, толық ақпарат немен жүргіземін, тыңдап көріңіз. Қолыңыз босаған сайын, акцент қараңыз, қолыңыз босаған сайын қарайсыз деген сияқты. Әр адам енді дұрыс қой, қолы босағанда қарайды. Сол сияқты қоссам бола ма? Міне, міндетті түрде сұрақ белгі. Что бол десе жауап беру үшін. Міне, чатыңызға қосыңыз депті, көрдіңіз бе? Сөйтіп, мына уже чатқа қосылды, ақпарат тыңдады, ары қарай мына қайдан келеді, қандай өнім, уже барлығын сұрап жатыр. Көрдіңіз бе? Адамдарды осылай қосасыздар телеграм каналға.